Құрметті ата-аналар, сәуір айының 1-нен тамыз айының 1-не дейін бірінші сыныпқа келетін оқушылардың құжаттары қабылданады. Бірінші сыныпқа қабылдау электронды форматта жүргізіледі. Бірінші сыныпқа 6 жасар және ағымдағы күнтізбелік жылы 6-ға толатын балалар қабылданады. Төмендегі құжаттарды egov.kz e-жетісу сайты арқылы беруге болады. Ата-аналардың өтініші немесе оларды алмастыратын тұлғалар: баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі, бала денсаулығы паспорт 063-026 форма, 3/4 көлемінде 2 дана фотосурет. Уважаемые родители будущих первоклассников, прием документов от родителей или иных законных представителей детей, поступающих в первый класс, производится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года. Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей 6 лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется 6 лет. Документы вы можете подать в портале e.kz и e-жетісу.kz. Перечень документов: заявление родителей, свидетельство о рождении ребенка, паспорт здоровья ребенка, форма 026, прививочный паспорт, форма 063, фото ребенка размером 3×4.